Достар, кең даланың сәні болған, дархандықтың дәні болған, ақ көңіл шырайлы қонақжай Шымкент қаласындағы барлық партия ойналды. Сіздерді шын жүректен осы жетістікпен құттықтаймын. Да, друзья, все партии на чемпионате сыграны, и мы готовы чествовать наших призеров. И прежде чем мы начнем, государственный гимн Республики Казахстан. Казахстан Республикасының мемлекеттік гимні. Санында емес. Мы подготовили для вас интересную статистику чемпионата. Итак, в нашем чемпионате даже в 4 возрастных категориях сыграли 371 мальчик и 216 девочек в классике. Әр жас категорияны бақылаған 30 төреші, яғни арбитрлер өте білікті қызмет етті. Міне біздің арбитрларға қол соғып қойық, достар. На нашем чемпионате было использовано 10 тысяч бланков для записи партий. Сол бланктарды толтыруға 1,5 мыңнан астам қалам қолданылған екен. Ну и самое главное, было выпито 9 тысяч бутылок, которые предоставил наш партнер, компания Tau Product. А это 6,5 тонн воды. На протяжении всего турнира работали, не покладая рук, 40 наших волонтеров. Они каждый день готовили столы, расставляли бутылки и отвечали на десятки ваших вопросов. Отдельное спасибо нашим волонтерам. Отдельных аплодисментов все-таки заслуживают родители, которые подготовили ребят к таким испытаниям, приехали вместе с ними и все 10 дней оказывали неимоверную поддержку. Спасибо дорогим родителям. А прямо сейчас я предлагаю испытать эмоции нашего турнира и посмотреть на экран.
Я напоминаю, что организаторами чемпионата Республики Казахстан являются Казахстанская Федерация шахмат, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, а также акимат города Шымкент. Отдельная благодарность выражается председателю филиала Казахстанской Федерации шахмат в Шымкенте, а также директору компании «Примус Капитал» господину Тюапаеву Сапарбеку Парахпаевичу. Мне көптен күткен сәтте жетті, достар. Алғашқы жеңімпаздардың есімін білетін боламыз. Дәл қазір ортаға Қазақстан Республикасының мемлекеттік бапкері Капаев Дастан Исадайұлын шақырамыз. Друзья, мы готовы назвать имена лучших в турнире по Блицу. Начинаем с самых юных участников, категория до 6 лет, и это мальчики. Кішігірім техникалық ағаулар. Сонымен достар, Блиц категориясы 6 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы үздіктер. Бронзовая медаль. Итак, друзья, наш призер из Западно-Казахстанской области Ронжин Кирилл. Приглашаем Кирилла на сцену под ваши бурные аплодисменты. Западно-Казахстанская область, город Уральск. 6 баллов набрал Кирилл. Кирилл мырза, жарайсың. Өмірдегі жеңістерің көп болсын. Итак, серебро в категории Блиц среди мальчиков. Наш призер из города Алматы. Муслим Амраев. Достар, біздің чемпиондар алғаш рет осындай үлкен сахнаға шығып жатыр, сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар. Наши призеры впервые на такой большой сцене, столько зрителей, поэтому ваши аплодисменты окажут хорошую поддержку. Сонымен достар, 6 жасқа дейінгі Блицтен 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар, мұнайлы Астана Атыраудың шахматшысы Ермек Санжар. Золотая медаль по Блицу в категории среди мальчиков до 6 лет. И это Ермек Санжар. Жеңімпаздармен суретке түсіңіз. Дастан ағамыз шахматтан арнайы телеграм-канал жүргізіп, соған жазылып қойып, бүгінгі суреттерді жүктесеңіздер болады. Благодарим наших победителей. Ребята, просим занять ваши места. Просим наших уважаемых волонтеров проводить их до их мест. Сонымен келесі марапатталатын категория. Ребята постарше, чуть поопытнее, но тем не менее еще юные. Итак, категория мальчики до 8 лет. Наши призеры по Блицу. Сонымен 3-ші орын Астанаға. Жамбыл облысының Алатақта шебері, қола жүлде иегері Ильяс Мейіржан. Ильяс Мейіржан Блицтен қола жүлде иегері 8 жасқа дейінгі ұлдар категориясы. Жарайсың, Мейіржан, өнерің өрге жүзе берсін.
Келесі жүлдегерлеріміз Ильястан небәрі жарты балға озық тұр екен. Сонымен Астана қаласының шахматшысы, күміс жүлде иегері Арслан Темиргалиев. Жарайсың, Арслан. Өмірдегі жетістіктері көп болсын деп тілек білдіріп қояды. Сонымен 8 жасқа дейінгі балалар арасындағы абсолюттік чемпион Ақтөбе облысының спортшысы Нұрали Нұршин. Біздің жас чемпиондарға қошеметтеріңізді аямаңыздар. Естелік сурет бүгін мына жігіттердің отбасылық чаттарында ата-әжелеріне көрімдік жинайтын сурет қой. Жарайсыңдар жігіттер, рахмет. Астанаға кетпеңіз. Келесі марапатталатын категория Блиц 10 жасқа дейінгі ұлдар. Сонымен келесі жүлдегеріміз өкінішке орай пойыздың уақытына сәйкес келмей қалыпты. Дегенмен Қостанай облысының шахматшысы Набиев Иман. Күміс жүлде иегері 10 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы Астана қаласының өкілі Анетов Амиржан. Конор Макгрегордың жүрісімен сахна төріне шығып келіп жатыр біздің Әміржан Батыр. 7,5 балл жинаған екен, жеңісімен құттықтаймыз. Сонымен достар, келесі марапатталатын наши уважаемые гости будут награждать девочек в категории Блиц. Сонымен 6 жасқа дейінгі қыздар арасындағы қола жүлде иегері Астананың тағы да бір жарқын жұлдызы Жакишева Венера. Жакишева Венера, обладательница бронзовой медали среди девочек до 6 лет по Блицу. Сонымен достар, күміс жүлде иегері тағы да бір астаналық шахматшымыз Жұбатқан Асылым. Серебряная медаль в категории девочки до 6 лет по Блиц Жұбатқан Асылым. Біздің ақылы көркіне сай жас чемпион қыздарымызға қол соғып қояйық. Сонымен Блицтен 6 жасқа дейінгі қыздар арасындағы чемпион. Наша чемпионка из южной столицы Шенбаева Альнура, Алматы. Наши прекрасные принцессы перед вами с заслуженными медалями. Уважаемые Респект и Зайра, фото на память с нашими юными чемпионами. Ведь кто знает, совсем скоро эти девочки будут покорять весь мир. Жетіпай жинаған қола жүлде иегері Астана қаласының
шахматшысы Алиша Бисалиева. Алишаны шын жүректен құттықтаймыз. Күміс жүлде Шырайлы Шымкентте қалатын болады. Оның иегері Нұрбол Аяру. Ай десе аузы, күн десе көзі көрінетін Аяру ханшайымға қол соғып қойыңыз, достар. Сегіз жасқа дейінгі қыздар арасындағы абсолюттік чемпион Кенжетай Іңкар, Астана қаласы. Аяулы қыздарыңызға қошемет көрсетіп жүрсіңіздер, достар. 10 жасқа дейінгі блиц қыздар. Астана қаласының шахматшысы, қола жүлде Адия Мамеш. Бронзовая медаль среди девочек до 10 лет. Мамеш Адия. И это аплодисменты для вас, Адия. Тағы да бір медаль Шымкентке. Шымкенттік шахматшы еншілеп отыр. 7,5 балл жинаған күміс жүлде иегері Жұмабек Нұрсая. Жарайсың, Нұрсая. Шымкент қаласының ала тақта шебері. Сонымен 10 жасқа дейінгі қыздар арасындағы блиц чемпионы Жетісу өңірінен келген Жансая Шолпанбек. Айдың басында жылдың қарсаңында Түркістанда өткен 14 пен 18 жасқа дейінгі балалар арасында Шолпанбек Жансая біраз медаль жинап еді. Енді міне Шымкент қаласынан да естелік бар. Жарайсыңдар, қыздар. Құрметті Рысбек, Зайра, еще одна категория. Бронзовая медаль. 7 баллов из 9. Шуманова Адия, Астана. Адия. Келесі жүлдегерлеріміз тең балл жинаған екен, демек дегенмен қосымша көрсеткіштермен жеңімпаз анықталды. Сонымен күміс жүлде иегері Алматы облысы Өмірсерік Алима. Серебряная медаль по блиц категории девочки до 12 лет. И это Алима Өмірсерік из Алматинской области. Абсолютный чемпион среди девочек до 12 лет. Ақтөбе облысынан келген Аманжол Ханзада. Жарайсыңдар, қыздар. Биік орындардан көріне беріңіздер.
болса, Бибисара, Жансая, Динара сияқты әпкелерінің ізін басқан шахматшы болыңыздар. Құрмет шапалақ. Бәртарына сәлем, марапаттар құтты болсын. Жеңілістер мен жеңістер қатар жүреді. Десе де армандарыңызға деген үмітті ешқашан ұмытпаңыздар. Стремитесь к своей мечте, друзья. Ну а прямо сейчас мы переходим к награждению наших призеров в «Рапиде». На сцену приглашается менеджер по спортивным мероприятиям Freedom Holding Corp Евгений Азарьев. Уважаемый Евгений, добро пожаловать в Шымкент. Итак, друзья, мальчики до 6 лет категории «Рапид», бронзовая медаль. И еще один призер из Шымкента – Ендыбаев Аслан. Ендыбаев Аслан, «Рапидтен» 6 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы
қола жүлде иегері. Шымкент славится своими чемпионами, гроссмейстерами. Ана Аслан бауырымыз солардың бірі болсын. Серебряная медаль. Участник из Алматы. Ертай Осман. Ертай Осман. Рабиттен 6 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы күміс жүлде иегері. Друзья, а следующего призера я хочу попросить вас поприветствовать еще теплее, еще бурными аплодисментами, ведь вчера у него был день рождения. Итак, наш абсолютный чемпион по рапиду среди мальчиков до 6 лет. Кайрат Абдулмалик, Астана! Кеше ғана туған күнін тойлаған мына Қайрат бауырымызға қол соғып қояйық. И мы провожаем бурными аплодисментами наших самых юных, 8 лет, лучшие в рапиде. Следующий призер, увы, тоже вынужден был уехать, и это Улан Ризат из Алматы. Мы передаем Улану Ризату наши самые теплые приветствия. Сонымен 7,5 балл. Күміс жүлде иегері 8 жасқа дейінгі біздің тағы да бір жеңімпаз Түркістан облысының ала тақта шебері Султанхан Нурислам. Итак, серебряный призер среди мальчиков до 8 лет. Султанхан Нурислам из Туркестанской области. Поздравляю! Итак, абсолютный чемпион по рапиду среди мальчиков до 8 лет Елемес Нурмухамед, Алматы! Наших молодых батыров. Женя, обязательное фото для Инстаграма, пока это не стало мейнстримом. Ведь наши парни обыгрывают и Магнуса, и Яна Непомнящего, и вообще всех. Следующий призер. Бронзовая медаль из Алматинской области. Тулеген Рамазан. Поздравляем Рамазана. Какой регион будет громче в поддержке своих? Пока лидирует Алматы и Алматинская область. Серебряная медаль. 7,5 баллов из 9. И это Болошаков Нурали. Да, друзья, это первый опыт крупных мероприятий для наших юных шахматистов. Давайте им дадим эту возможность почувствовать овации и любовь зрителя. Абсолютный чемпион. Наш столичный парень. И это Жаунбай Алимжан. Жарайсыңдар біздің жас чемпиондар. Біз
сендермен мақтанамыз. Здесь настоящие тяжеловесы. Итак, бронзовая медаль. Наш чемпион из Павлодарской области Ахмед Сулейман. Я напомню, что Южная Казахстанская земля благоволит нашему Сулейману. В ноябре он стал бронзовым призером шахматного каравана, став одним из лучших среди 1000 участников. Итак, серебряная медаль в категории мальчики до 12 лет. Мы сейчас встречаем действующего чемпиона мира среди мальчиков до 10 лет. Настоящий ньюсмейкер. Итак, друзья, Куандыкулы Данис, Алматы қаласы. Я, достар, бірнеше ай бұрын Данис Египетте өткен әлем чемпионатында алғаш рет ұлдар арасындағы ең жоғарғы сападағы медальді еншіледі. Бұл шынымен Қазақстан үшін тарихи оқиға. Итак, абсолютный чемпион, опередивший всего на 1 балл своих сверстников, и это наш призер из города Алматы, Смирнов Марк. Блестящий результат. Действительно, очень конкурентная борьба до последнего тура шла в этой категории. Спасибо. Мы продолжаем жаласы. Дене шынықтыру және спорт басқарма бөлімінің басшысы Абдыхалықов Шоқан Шарынқалын шақырамыз. Что ж, друзья, мы готовы награждать девочек категории «Рапид». Первая группа, которая выйдет на сцену, до 6 лет. Итак, обладательница бронзовой медали Жұбатхан Асылым, Астана қаласы. Рапид категориясы бойынша 6 жасқа дейінгі қыздар арасындағы қола жүлде иегері Жұбатхан Асылым. Дуғол шапалақпен ортаға күміс жүлде иегері Алматы қаласының шахматшысы Шынбаева Альнура. Альнура уже не впервые на этой сцене. Надеемся, наши юные чемпионки будут блистать и на мировых первенствах. Таққан медальдарыңыз көп болсын. Сонымен достар, 6 жасқа дейінгі қыздар арасындағы рапидтен абсолюттік чемпион Астана қаласынан келген Жакишева Венера. И для Венеры это уже вторая медаль за этот вечер. Памятное фото. Я достар тағы да бір дуғыл шапалақ. Рапидтен қыздардың ішіндегі үздіктер. Бронзовая медаль из города Алматы. Ким Лейла. Лейла қалқамай деп мойнына қолдар
Bizden hürmetli konağımız. Поздравляем Лейлу, и мы переходим к награждению бронзовой. Прошу прощения, нашу серебряную медалистку из города Астаны, и это Кенджитай Энджу. Что-то астанинцы не так бурно поддерживают своих чемпионов, как алматинцы. Сонымен достар, 8 жасқа дейінгі қыздар арасындағы рапидтен абсолюттік чемпион Бисалиева Алиша, Астана қаласы. Әрдайым осылай жарқырап жіберу керек. Міне керемет. Сіздерге воздушный поцелуй жеріп жатыр. Марапатталатын 10 жасқа дейінгі қыздар. Павлодар облысының жарық жұлдызы, қола жүлде иегері Төлегенова Жания. Ваши аплодисменты для Тулегеновой Жании из Павлодарской области. Этот регион действительно славится своими шахматными традициями, и очередная медаль в копилку. Сонымен, күміс жүлде иегері. Назову сразу 2 города, потому что наша призерша из города Алматы, а зовут ее Милана Филиппова. Милана из города Алматы. Серебро в категории рапид. Девочки до 10 лет. Где-то в зале пустил слезу счастья тренер по совместительству папа Миланы. Сонымен, рапидтен 10 жасқа дейінгі қыздар арасындағы чемпионымыз тағы да бір Алматы қаласының өкілі Шолпанбек Жансая. Алматы облысы. Жансая Милана Жания. 10 жасқа дейінгі қыздар арасындағы үздік үштік. Қыздар арасындағы үздіктер. Жамбыл облысының шахматшысы, қола жүлде иегері Бибисара Абылайқызы. Екі бірдей Бибисара бар. Болашақта аттас әпкесінің жолын қуып әлем чемпионы болсын Бибисара. Екінші орын иегері Қарағанды облысының шахматшысы Қайырбекова Альбина. Альбина Кайырбекова из Карагандинской области. Серебро в категории девочки до 12 лет рапид. Альбина из Шахтерского края умело ставит шах и мат своим соперникам. Сонымен, абсолюттік чемпион Алматы қаласының шахматшысы Далья Диас қыздарыңызды қарсы алыңыздар. Жарайсың Далья, 12 жасқа дейін
кейін Рапидтен 9 балдың 8-ін жинаған екен. Керемет көрсеткіш. Жарайсыңдар. Шахматистов действительно забитый график. Родители записывают на всякие кружки, спортивные секции. И даже среди них есть умелые, талантливые певцы. Наш участник категории среди мальчиков до 12 лет исполнит свой музыкальный привет для вас. И это Женай Ескендер Самга. Қарсы алыңыздар. Поддержим бурными аплодисментами Ескендера. Жарайсың. Біздің шахматшылар 8 қырлы, бір сырлы екендігінің тағы да бір дәлелі. Балкарпет и Аруакижет за оформление и оснащение игрового зала. Хочу отметить, что весь купленный инвентарь и мебель будут использованы для оснащения шахматного центра в городе Шымкент, который совсем скоро откроет свои двери. Ал дәл қазір сахна төріне Қазақстан шахмат федерациясының атқарушы директоры, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, сондай-ақ халықаралық гроссмейстер Гүлмира Дәулетованы шақырамын.
сіздер ме, құрметті ата-аналар, бапкерлер. Мінекей жарысымыз аяқталды. Барлық чемпиондарымыз, жүлдегерлеріміз анықталды. Барлықтарыңызға үлкен алғыс айтамын. Ата-аналар, бапкерлер, волонтерлар, біздің ұйымдастырушы ұжымымыз, төрешілер, барлықтарымыз осы жарыстың өте жоғарғы деңгейде өткізілуіне үлес қостыңыздар. Үлкен алғыс айтамыз сіздерге. Жалпы біздің балаларымыз, Қазақстан балалары өте талантты. Қазір ғана көріп отырғанымыздай, өзі шахматшы және әнші. Кәнекей, осындай талантты балаларымыз жылдан жылға көбейе берсін. Барлықтарыңызды жарыстың аяқталуымен құттықтаймын. Осы мүмкіндікті қолдана отырып, біздің бас серіктестерімізге үлкен алғыс айтайын. Freedom Holding корпорациясы, Freedom Шапағат, Freedom Bank, Freedom Broker, бәрі Freedom. Жәнеке біздің жаңа осы Шымкент филиалымыздың төрешісі Сапарбек Таяқбаев мырзаға үлкен айтамыз, үлкен рахмет. Осы жарысты өткізуге үлкен жәрдем берді. Сонымен қатар Шымкент әкімшілігіне үлкен алғысымыз зор. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Чемпиондарымыз Азия әлем біріншіліктерінде Қазақстанның атын одан да биік белестерге көтере берсін. Үлкен рахмет. Шахматтан үздіктерді марапаттайтын сәтке келдік. Первым награждается бронзовый призер среди мальчиков до 6 лет по классическим шахматам. И это наш спортсмен из Атырауской области Ермек Санжар. Санжар бауырымыз мойнына тағы бір мәрте медальді еншілеп отыр. Жарайсың, Санжар. Серебряная медаль среди мальчиков до 6 лет по классическим шахматам. Путевка на чемпионат Азии. Наш спортсмен из города Алматы. Айтмуханов Мейерхан. Достар, естеріңізге сала кетейін, қомақты ақшалай сертификаттан бөлек біздің жеңімпаздар Азия және әлем біріншіліктеріне жолдама алады. Итак, наш чемпион по классическим шахматам среди мальчиков до 6 лет Кайрат Абдулмалик. Еще раз на сцену. Друзья, одарим бурными овациями наших юных чемпионов. Большое спасибо, ребята. По классическим шахматам. 3 призера набрали абсолютно одинаковые показатели, но дополнительные критерии все же выявили медали. Итак, 3-е место. Альтаир Альмир, Астана. Альтаир Альмир, Астана қаласынан келген қола жүлде иегері. Келесі жүлдегеріміз Алматы қаласына
рейстің уақыты келуіне байланысты арамызда жоқ. Десе де Ұлан Ризатты бір қошеметтеп қояйық. Күміс жүлде Алматы қаласының еншісіне. Сонымен достар, классикалық шахматтан 8 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы жеңімпазымыз елемес Нұрмұхамед, Алматы қаласы. Жас чемпиондарымызды жетістіктермен шын жүректен құттықтаймыз. Жарайсыңдар, жігіттер, көп рахмет. Ю-10 по классическим шахматам. И наш бронзовый призер Мақсатұлы Рахим, Алматы. 7 баллов из 9 набрал Рахим. Мы поздравляем его с бронзовой медалью. Следующий призер с медалью из серебряного отлива. 7 баллов из 9. И это Болошаков Нурали из города Алматы. Нурали үшін бүгінгі кештегі 2-ші медаль. Жарайсың. Азия чемпионатына жолдама алып отыр. Ал достар, шапалақтарыңызды себіңіз жауындай, алдарыңызда Әлімжан Жаубай, Астана қаласы. 8 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы біздің чемпион. Жарайсыңдар, жігіттер. Прямо сейчас будет ощущение дежавю, но это не повторение. Итак, все те же имена, все те же призеры. Серебряная медаль. Наш чемпион из города Павлодар Сулейман Ахмед. Ахмед Сулейман из Павлодарской области. Бронзовая медаль. Сулейманға қошеметтеріңізді аямаңыздар. 2-ші орын. 12 жасқа дейінгі ұлдар арасындағы классикалық шахматтан күміс жүлде иегері Смирнов Марк, Алматы қаласы. Была напряженная борьба между 3 участниками. У них одинаковое количество баллов, но дополнительные коэффициенты выявили чемпиона. Бурными аплодисментами встречаем нашего чемпиона из Кызылординской области Ержанова Ернур. Мне керемет нәтиже, 3 қарсылас. Нағыз футбол аңыздары сияқты таласты.
жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Мы приглашаем на сцену председателя филиала КАЗЧЕС в городе Шымкент, директора компании «Примус Капитал» господина Чиякбаева Сапарбека Коракбаевича. Под ваши бурные аплодисменты. Құрметті салтанатты марапаттан іс-шарасына қатысушы қонақтар, ата-аналар, шахматистер, Алматыдан келген қонақтар. Енді бірнеше күннен бергі қызу ойындар мәресіне жетіп, бүгін біраз марапаттар алып жатыр. Көріп жатсыздар, барлықтарыңызды соны құттықтаймын. Осы іс-шараны іске асыруға біріншіден әкімдікті, қала әкімдігін алғысымызды білдіреміз. Өйткені осы бүкіл көрме орталығын, бүкіл қолдаулардың бәрін жасады. Бұдан басқа Freedom Holding мекемелеріне, басшыларына қаржыландырған үшін. Ерекше де осы жергілікті кәсіпкерлерге Балтекстиль, Арва және Мегасмарт, басқа да компанияларға барлықтарыңызға жеке өзім алғысымды білдіремін. Өйткені қиын қыстау кезінде барлығы жұмылып, осы іс-шараны іске асыруға себепші болды. Барлықтарыңызды мына жүлделеріңізбен құттықтаймын. Шахматистер, всех хочу я поздравить. Тағы бір айта кететін, қазір біз жаңалықтар естіп жатырмыз. Биылғы жүлде алғандардың барлығы ірі халықаралық іс-шараларға қатысатын болады, жолдама алатын болады. Бұл да шахмат федерациясының басшылығының қазіргі жеткізген үлкен көрсетілген үлкен қолдауы, жеткізілген жетістіктер, сол себепті барлықтарыңызды тағы да құттықтаймын. Біздің де Шымкентте де осындай іс-шаралар көп болады деп сіздерді сендіреміз. Бұйырса, одан ары қарай да шахмат деңгейін жаңа өздеріңіз көріп отырсыз, Алматының астынан деңгейі. Келесі іс-шараларда Шымкенттің деңгейі де сол деңгейге жетеді деп сенеміз. Рахмет. Награждать наших призеров в категории девочки до 6 лет классических шахматов. Итак, друзья, 6,5 баллов. Наш бронзовый призер из города Алматы Софи Пак. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Наша юная наш юный призер из города Алматы, и это Пак Софи. Серебряная медаль. И третий раз на сцене за этот вечер наша юная шахматистка из Алматы Шенбаева Альнура. Аяулы-қыздарыңызға қошеметтеріңізді аямаңыздар, достар. 6 жасқа дейінгі қыздар арасындағы біздің чемпион. 9 балдың 9-ын жинаған, бірде-бір жеңіліс көрмеген Жұбатхан Асылым. Жұбатхан Асылым, чемпионка по классическим шахматам среди девочек до 6 лет из города Астана. Блестящий результат, 9 баллов из 9. А мы поздравляем всех наших юных шахматисток с их заслуженными медалями. Благодарим вас, просим занять ваш жеңімпаздарды қарсы алайық. Қола жүлде иегері Ким Лейла, Алматы қаласы. Настоящим дефиле прошла к своему пьедесталу Лейла и получает заслуженную медаль.
күміс жүлде иегері. Шуманова Амира, Астана қаласы. Достар, қанеки қошеметтеріңізді аямаңыздар. Біздің ең талантты, ең жас шахматшыларымыз. Шуманова Амира, Астана қаласы. Пожалуй, самолет, который вылетит из Шымкента в Астану, будет перегружен медалями, ведь чемпионкой становится Алиша Бисалиева из города Астана. Ваши аплодисменты нашим юным чемпионкам. Спасибо вам. Просим занять ваши места. Инструктор. 7 баллов из 9 среди девочек до 10 лет по классическим шахматам. Елизавета Ледникова, Астана. Ваши аплодисменты Лизе из города Астана. Мы поздравляем ее с бронзовой медалью. И вновь на этой сцене наш серебряный призер категории до 10 лет по классическим шахматам Еда Филиппова Милана, Алматы. Шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы ғасыр 10 жасқа дейінгі қыздар арасындағы 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар. Павлодар облысының шахматшысы Алия Жұманбаева. Жуманбаева из Павлодарской области, 8 баллов из 9. Последней индивидуальной группе. Итак, девочки до 12 лет по классическим шахматам. Алматинская область и бронзовая медаль Умерсерек Алима. Неужели у Алматинской области группы поддержки закончились батарейки? Где ваши аплодисменты? Умерсерек Алима. Сонымен екінші орын күміс жүлде иегері. Алматы қаласынан келген аяулы қыздарыңыз Диас қызы Далия. Диас қызы Далия из города Алматы. Ее заслуженная серебряная медаль. Итак, друзья, золото в категории классические шахматы до 12 лет. Лишь одна ничья в 9 турах, 8,5 баллов. Наша спортсменка из Актюбинской области Аманжол Ханзада. Кричат наши зрители, и мы поздравляем наших призеров.
Друзья, запоминайте, совсем скоро эти лица будут предстать на обложках мировых журналов. Это лучшие показатели среди областей. Выходят старшие тренера области за подготовку таких талантливых чемпионов. Итак, третье место. И это Павлодарская область. Павлодар завоевал по классическим шахматам 1 золото и 1 бронзу. На сцену приглашаем Гавдушева Армана, представителя этого славного региона. Екінші орын классикалық шахматтан 1 алтын, 7 күміс, 3 қола жүлде жеңген Алматы қаласы. Ортаға Алматы қаласының тепсе темір үзетін бапкері Асылхан Қараевты шақырамыз. Жарайсыңдар жігіттер, ғалымда шахтерда бас етін демекші біздің бапкерлердің еңбегі шынымен зор. Итак, абсолютный чемпион, лучший показатель среди областей. 4 золота, 1 серебро и 2 бронзовые медали. И это наша славная столица, город Астана. Біздің Астанадан келген бапкерімізді қошеметпен қарсы аламыз. Поздравляем с блестящими результатами. А прямо сейчас мы приглашаем всех чемпионов, всех призеров